Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздермен бірінші тақырыптың 7-12 сабақтары бойынша құрастырылған интерактивті тапсырмаларды қарастырамыз. Алдымен 7-8 сабақтың 7 тапсырмасын қарастырайық. Бұл тапсырмада екі бағанда берілген мағынасы ұқсас сөздерді сәйкестендіру керек. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай бұл жердегі сөздер көк және қоңыр белгімен көрсетілген. Яғни, қоңыр белгідегі сөздер бірінші бағандағы сөздер болса, көк белгідегі сөздер екінші бағандағы сөздер дегенді білдіреді. Ата, қарт. Бағбан, жеміс ағашын өсіруші. Кейімесін, ренжімесін. Мысқал, аз кішкене. Сәт, уақыт. Ботам, балам. Дана, ақылды. Артыңда, соңыңда. Тексерейік. Тапсырма орындалды. Келесі тапсырмада берілген сұрақтарды осы мәтін мазмұнына сәйкес ретпен, яғни бірізділікпен орналастыру керек. Мысалы, бірінші, адамдардың бір-біріне құрмет көрсетуі қалай аталады? Екінші, кішілер үлкендерге қалай құрмет көрсетеді? Үшінші, үлкендер кішілерге қандай үлгі көрсетеді? Төртінші, әр бала үйде кімді құрметтеуі керек? Бесінші, жақсы тәрбиенің белгісі не? Алтыншы, Әлібек үлкендерге қалай көмектеседі? Жетінші, үлкен кісілер кімге бата береді? Тапсырма орындалды. Мәтінмен жұмыс жүргізу барысында, сондай-ақ топқа бөлу кезінде пайдаланатын тағы бір әдісті назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бұл әдіс кездейсоқ есімді таңдау әдісі деп аталады. Барабанға сыныптағы оқушылардың есімдері жазылады. Мен бұл тәсілді мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауап алғанда пайдаланамын. Таңдалған ойыншы сұраққа дұрыс жауап берсе, ойыннан шығарылады. Егер сұраққа дұрыс жауап бермесе, ойынды әрі қарай жалғастырады. Сондай-ақ, бұл тәсілді мәтінді тізбектеп оқыту барысында да жиі пайдаланамын. Және сыныпты топқа бөлгенде де пайдалануға болатын тиімді әдістердің бірі.